Сәлем достар, бүгін біз сіздермен сырный лепешки, яғни сыр қосылып жасалған нан дайындайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Жұмсақ әрі дәмді болып піседі. Өте оңай, тез дайындалатын сыр қосылып жасалған нан. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге керегі жылы су, қант, тұз, ашытқы, жүгері, крахмалы және ұн. Барлығының өлшемдерін осы видеоның астына жазып қоямын. Ең бірінші жылы суымызды құйып аламыз. Қант қосамыз. Құрғақ ашытқыны қосамыз. Енді жақсылап араластырамыз. Енді араластырып болғаннан кейін бетін жауып, біраз 15-20 минутқа қойып қоямыз. 15-20 минут тұрды. Енді оның үстіне тұз қосамыз. Енді барлық ұнымызды саламыз. Оның үстіне жүгері, крахмалын салып, жақсылап араластырып, қолмен илейміз. Енді жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Міне жақсылап көтерілді. Енді қолымызды күнбағыс майымен майлап аламыз жабыспас үшін. Енді осылай видеода көрсетілгендей шетінен бөліп алып, арасына ірімшігімізді салып, жақсылап өстіп түйеміз. Міне барлығын осылай жасап шығасыздар. Енді газға күнбағыс майын құйып, ыдысымызға бірінші қызығанын күтіп аламыз. Одан қызып тұрған майда біртіндеп пісіреміз. Бір жағы қызарды, енді келесі жағын аударып аламыз. Одан кейін осылай үстінен басып шығасыздар. Ішіндегі ірімшігі бәрі әбден пісуі қажет. Міне біздің ірімшік қосылған нанымыз дайын болды. Өте керемет, жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде балаларыңызға, үй-ішілеріңіз қуантып жасап көріңіздер. Қазір арасын ашып көрсетемін. Міне арасы осылай көтеріліп, ірімшігіміз созылмалы болып, керемет болып піскен. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.